Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатикаға канал. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз 4-1-дің практикалық жұмыстары. 4-1-дің практикалық жұмыстарында ең алғашқы есеп бізде мынау. Бұның коды негізінде астында тұр, бірақ біз кодына қарамай шығарып көрейік. Ұзындығы n-ге тең, n массив берілген дейді. Осы массивтегі оң элементтердің қосындысын тап дейді. Оң элемент дегеніміз нөлден үлкен элементтер, ал n соответственно бұл жерде бізде 100-ге дейін болса болды дейді. 100-ге дейін деген сөз n-нің мәні 100-ден артық болмаса, бұл шартқа сәйкес любой мән бере бересің дейді. Енді осының кодын жазып көрейік. Оң элементтердің қосындысын тап деген сөз, значит, ең алдымен библиотека жүктейміз. Библиотека from array import array. Сөйтіп массивті таныстырамыз. Массивтің атауы A деймін. Ол типі array, ішіндегі элементтердің типі integer деп таныстырам. Келесі n тең int input, яғни бұл деген сөз массивтің ұзындығы деген сөз. Енді массивті мен 0 деген элементтермен бірінші толтырып аламын. Өйтіп деймін. Print бір шығарып аламын. Сонымен ары қарай былай жүрсем. For i in range n массивтің a-ның i элементі тең болатын болса, енді input. Значит, массивтің i элементтеріне нөлдердің орнына енді какой-то бір мән толтырам. Сөйтемді очерге енді оң элементтерін қосу үшін маған керек бір айнымал керек. Например, ол s тең 0 болсын. Енді s-тің ішіне мен оң элементтерді жинайтын болам. Ол бізде былай болады. For i in range. Бірінші былай жасайық. Қазір оны көрсетпей адып, пока что данный моментқа не болған көріп алайық. Например, массив элементі 5 элементтен тұрды. 1, 2, 3, 4 и 5. Соответственно, осы жерде бірінші элемент, екінші элемент, үшінші элемент, төртінші, бесінші элемент деген сөз. Енді оң элементтердің барлығын осы s-ке жинау үшін былай жасаймыз. For i in range n. Енді шарт береміз. Егер a-ның i элементі үлкен болса 0-де, бұл шарт деген сөз массив элементі үлкен болса 0-ден деген сөз. Себебі мынау i дегеніміз массив элементі, егер де i дейтін болсам тұрған орны болар еді. 0-ден үлкен болса, ондай болатын болса, s-ке қосамын, s қосылған a-ның i дәрежесі. Бұны қысқартып негізі s плюс тең i деп жазсаңыздар болады. Значит, каждый раз ол 0-ден үлкен болған сайын, бұл алдыңғы, например, бірінші элемент қосты. Бірінші элемент, например, 1 болса, одан кейінгі элемент, например, саны 5 болатын болса, сонда ескі бірінші элементпен 5 деген новыйдан қосқан элементті қосып, s-тің мәні жаңарып отырады екен. Соңында былай print s десек болады. Так, енді былай істейік, сонымен былай істейік. 5 элемент енгізеді екенбіз. 5 элемент 1, минус 2, 6, 9, 9 емес, минус 9 еді, қаршы, минус 10 боласасын. Сол кезде 9 бен 6-ны қосатын болсақ 15, и 16 бізде шығады. Міне, 1-ге 9-ды қосам 10, 10-ға 6. Амына екеуі оң элемент емес, теріс элемент болады екен. Так, келесі тапсырма. В принципе, на кода сәл айырмашылығы s-тің үлкенінде 0-ден n-ге дейін. Келесі тапсырмалар бізде былайынан. Бір өлшемді ұзындығы 10-ға тең, ұзындығы 10 деген сөз, n-нің мәні сразу берілген, 10 деп, 10 массив берілген. Осы массивтегі оң элементтер санын тап дейді. Оң элементтер санын тап дейтін болса, бізде өте оңай. Бізге осы тұрған тұрыста, мысалға, өзгертетін нәрсеміз бізде тек қана n тең 10 деген сөз заранее беріліп болған. Одан массив элементтері енеді.
Оны бүйтіп рандом толтыра салайыншы. From random import randint. Демізді мына жерге randint, например, randint минус 10-нан 10-ға шейін деп ала салайын. Сөзі осының ішінде 10 элементтердің саны болатын болса, s плюс тең болады, 1 болады. Сонда жауап шығады. Мына 10 элементті бірінші нөлмен толтырды, одан кейін массив элемент толтырды. Осының ішінде 10 элемент 1, 9, 10 и 10. Ол бізде 4 элемент. Соответственно, тағы да бір рет беріп көретін болсам, мына 10 элемент 6, 3, 4 и 7. Мынау 0 болса 10 элементке жатпайды, яғни 10 элемент болу үшін 0-ден үлкен, теріс болсын 0-ден кішкентай. Ал 0 деген 0-ге жетеді. Келесі. Бір өлшемді массив берілген, осы массивтегі p санына қалдықсыз бөлінетін массив элементтерін шығар дейді. Значит, былай болады. Енді n-нің өлшем бірлігі берілген. Қазір біз не енгізіп жатқанымызды көру үшін, қатас кетпеу үшін, яғни барлығына комментарий беріп қойық. P тең int input. Так. Бұны p-ны бүйтіп мына жерге берейік даже. P-ны мыняға берсек болады. P тең p input. Сөйтіп мына жерге p тең. Осындай болсын, мына жерге int input боласың. Int input. Так, енді s керек па деген сұрақ. Осы массив элементтерін экранға шығарды, значит i-ді шығар деп тұр. S маған керек емес, мынау тоже керек емес. Значит, былай болады. Массив элементі толтырдым, мына моментке шейін p-ны бердім. Енді p санына қалдықсыз деген сөз былай. Егерде массивтің элементі процент p тең 0, яғни қалдығы p-ға бөлінгенде, p-ға бөлінген кезде қалдығы 0 болатын болса, сол кезде ғана a-ның i элементін шығар деді. Например, 5 элемент, мысалға 14, 15, 24, 30 и 45 болсын. Осы жерде мысалға 2-ке бөлінетін десем, мысалға 14, 24, 30 шығу керек. Қазір мен былай 5-ке бөлінетін дейсін болсам, 15, 30 и 45 осы 5-ке қалдықсыз бөлінетін сандар. Яғни p-ның орнына любой сан беруге болады, соған қалдықсыз бөлінетін сандар экранға шығады деген сөз. Келесі. Бір өлшемді массив берілген, осы массивте бір ғана нөлге тең элемент бар дейді. Осы элементке дейінгі массив элементтерін экранға шығар дейді. Так, біреу ғана деп тұр, значит болды, очевидно. Да, былай болады. Мынау керек емес, мынау толтырылды. Так, толтырып болған соң бедеді. Егер массив элементінде бір ғана 0 болатын болса, значит a-ның i элементі тең 0 болатын болса, сөйтемді мен осы, например, былайда 5 элемент бар деп едік. 4, 5, 6, 7 и 0 на жерде. И какой-то 8, 9 деген элемент болсын. Осының ішінде 0 болатын болса, осы 0-ге дейінгі элемент ол бізде 4, 5, 6, 9 деген бар. Енді мынау бізде i дегеніміз i үшін, мысалға n-нің мәні, например, 10 болатын болса, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді массив элементі 5-ші орында келген болса, 0-ден баса 4-ке дейінгі элементтер шығар деген сөз. Значит, ол деген сөз біздің аралық бар еді. Значит, i элементіне дейінгі немесе i элементіне кейінгі деген, например, i-дің мәні 5 болатын болса, 5-ке дейінгі элементтердің барлығы шығады, 5-дің өзі кірмей қалады. Соответственно, егер i-ді мына жаққа қоятын болсаң, 5-тен бастап барлығы шығатын еді. Бізге қазір соған дейінгі дейтін болса, осы элементті шығарамда артынан сегін шығасын break деген функциясын қолданам, аралықты беру үшін i-ға дейінгі деймін. Сонда былай болады. Например, бір 8 элемент болсын,
1, 2, 3, 6 bolsun, keyin 0 bolsun. Keyin 9 bolsun, 10 bolsun. 7 bolsun. Endi kız qarаңыздар. O'sha yerda 0 deganimiz, 0dan 0ga deyingi elementler o bizde 1, 2, 3, 6. Kız ekranga sol elementler çıkadi. Yani 0 deganimiz mынау, 0ga deyingi elementler 1, 2, 3, 6. Так, kelesi esep o bizde A1, A2, AN şeklinde tizbekler berilgen. Осы tizbektegi S aralıkta ornaşkan tizbek müşelerini basmağa berdiydi. Так, bu вообще şartta керек емес бұған. Ол былай болады. Значит, A массивін толтырып алдық. Сөйтеміз де просто аралық береміз ғой. С мен D аралығындағы массив элементтерін бер деп. Значит, S мен D тең болады map int input точка split. Сөйтем де бүйтем. Print A-ның S-дан D-ға дейінгі аралығы. Болды. Bir 5 element, например, 14, 25, 69, 62 и 45 болсын. Осының ішінде енді аралық сұрап жатыр. Например, 25 пен 69, 62 деген аралық шығару үшін бірден бастап 1, 2, 3, 4 деймін. Сол кезде 1 кіреді, 4 кірмей қалады. Значит, 25, 69, 62 деген аралық шығады екен. Так, келесі есеп. Bir өлшемді бүтін сандар массиві берілген. Осы массивтегі x-тен үлкен элементтерді m санымен ауыстыр деді. О, вообще күшті. Так, ол былай болады. X-тан үлкен элементті m санымен ауыстыр деді. X m енгіз деп подсказка беріп қойық. Сөйтеміз былай болады. For i in range n, егер массив элементі үлкен болса деймін, не қалай еді? Осы x-тан үлкен болса, i-дің мәні тең болсын m-ге. И новыйдан print a жасаймыз. Сол кезде былай болады. Например, бір 6 элемент енгізейін. 6 элемент 4, 15, 62, 24, 23, 15 болсын. Енді қараңыздар. Осы жерде x деген сан мысалға любой бір сан беруге болады, и ауыстырылатын m-ді де басқа ретінде любой беруге болады. Осы жерде, например, болсын 20-дан үлкен элементтер ауыстырылсын 777 деген санға, или 77 деген санға ауыстырылсын. Сол кезде 20-дан үлкен элементтер бізде 62, 24, 23. Сонда оның орнына 4, 15, 77, 77, 77, 15 болу керек. Жауап. В принципе, солай жауап. Келесі. Бір өлшемді массив берілген, осы массивтегі k-дан кіші элементтерді 2 есе еселеп дейді. 2-ге көбейт дейді ма? 2-ге көбейтіп экранға шығар дейді болды. Так. K-дан кіші элементтерді ғана шығарған ба? Элементтерді екесеп болды. Значит, k тең int input болады неқта. Егер массив элементі k-дан кішкентай болатын болса, k-дан, онда print a i көбейтілген 2 енді тең болады. Вот, в принципе. 5 элемент, например, 42, 25, 9, 18, и, например, 13 болсын. И 20-дан кішкентай элементтерді екеселеп шығарайық. Сол кезде 20-дан кіші, 42 20-дан кішкентай емес, оған тиіспейді. 25 20-дан кішкентай емес, оған тиіспейді. 20-дан кішкентай 9, 18, 13, олар екесе жасында 18, 36 и 26 деген жауап шығу керек.
принципе осылай шығады. Так. Келесі жоқ екен. Так, в принципе осы тапсырмалар бізде. Түсінбей қалған сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.